Асқысалдағы тереге солған зады 2014 жылда тұқтық зоның нашылалып тоғаны пастан. Олығы шарық тұраның азылғанына көп ежебі бай өрінген. Алда олған садынзар тез қызырылып барған. Пүн мұнда 5 группа 134 бала. Натурада бір жыл базынан қысқада соға топастыпсқанар. Бұда соқ күнлерді олған садында балалар ерелінділер. Ежебі балалар база болбаста псер, телевидениезер айланғанар. Карина Бабызакованың үш балазы першүрше. Пілбенже қайди боларға. Найны соқтыр пулбыды 40 градус азыр булғының сғары біде садик тотоқ, тоғын менже преды шылы бұлшы, преды соқ. Біздің мне старший группа зарминның олғым шүші. Аулырдың әнді температуралары кеже, например, 13 градус ұлтыр. Бізге қади бұлғы пыс родителер тоқчыз, балырды қайдар едіргі білбінжівс. Біз келген күнді асқысты 5 градус соқ болған, шелі бүрген. Терегіс олған задында балылар шоғыл, группаларды соқ болып, олған учреждениесін шабыздарға келіскен. Көршебіз градусникті, ол 16-17 градус көсітше. Керек шебірге 1 градус шылық. Осыжан жерде 19 градус шылық боларға керек. Соқ тұста шылық бездің терегілерінің қоза тұзалынарға келісше. Олар полыспен жалар. Терегістің ұстақ жүзі ненже қате шылық бершеткен организациялар айланған. Пішіктер басқан нандарығы жоғыл. Елена Селегеева ұстық жекізе. Роспотребнадзорлар айланырға келіскен. Әдеп бір күнге олған сады шабылған. Бұсырғылы бөгергі олық күн асқы сайманың администрациясының өгіреді күстанызының базы шылық бершеткен аскез теплосынаптың кізілері келіп барғанар. Үс контурлардың, мұнда садикті дұқтырудың системалардың. И үс контур мағыт оқшы, бір контур қомет оқшы. Анонимизаге керек. Анды контур қолын дәт болып барғанар, үйіркі тұрбанды озық тұшы болыр. Анар ол зарқы қомет оқшы. Аннады неме, ол озық жоқ едергі. Шылық жетірі барбен жытқана пілістік болып барған сонда шарыды қалылды олған садын азырға. Специалист қадығы сұрық күйдірген аным тоже пігіпс ол сұрықты. Ну, наверное, уже сейчас қызарылдыры шағын. Пүйнің зығары терегі солған сада тоғыны пастыпша. Әзеніс бір базы мұнда еркәжектер соқа тоғбыстар. Әже бабалар балаларының қазы үшін қорықпастар.